Жәнібек батыр Асқар Татанайұлы жазған. Абылай ханның Жәнібекті сынауы. Жас батыр Жәнібектің жау алдындағы қайраты аңыз болып, ел ішіне тез жайлады да, Абылай хан оны жете сынамақ болады. Сол ойдың орайы бораны күркіреп, жаңбыр сіркіреген бір күннің түніне тура келеді. Жорыққа аттанған Абылайдың қалың қолы нөсерді қою қараңғы түнді жамыла ендегі ағаш беттен бірер шақырым өтіп барып түседі. Күз аспаны сағымша құбылып, бір ашылып, бір түнеріп, нөсер бірде құйып, бірде толастайды. Қолын тоқтатып, шатырын тіккен Абылай Жәнібекті шақыртып алып. Мына жігіттер су тоқты болып, малшынып, жол соқты болып салдыққан көрінеді. Енді бүгесінен жатып шүйесінен жетуге пейіл секілді дейді. Хан шынымен ақ қайрандап қалды ма, деп ойлаған Ақелді жанды аңғал батыр. Хан майданда өлсек шәйіттер еді. Қарап жатып өлгеннің не жөні бар? Бірақ түн қараңғы отын табар жер қинайды бізді, дейді шын қайрандап. Ендеше отын іздеп таба алмассың. Бағанағы жолдағы ағаш күмбезді қопарып алып кел, дейді. Абылай. Екі жолдасына бір түйені жетелете жөнелген Жәнібек аялдамай бейіт басына жетіп келіп, күмбезді бұза бастайды. Осы кезде көр топырақ арасынан ағараңдап ақыра айғайлаған аруақтар көрінеді. Молада болса баспанамыз еді, кім бізді жалаңаштап жатқан деп себелене жөнеледі. Түнгі иен далада бұл қаһарлы дауыс күмбезге жаңғырығып, аспан көкті тітіркентеді. Жәнібектің екі жолдасы көк аспан жарылып түскенде ес ақылдан айырылып, жығылып сүрініп, ат көлігін тастай қашады. Сонда Жәнібек батыр аспай саспай: «Ей аруақ, тыныш жат. Өлі сені қойып тірі Абылай үсініп өлгелі жатыр», деп тағы да бұза береді. Әппақ кебінін сүйреткен аруақтар күркіреп келіп тап береді. Сонда Жәнібек екеуін екі жаққа сілкіп тастап: «Аруақ болсаң, Алла бұл дүниені жазбаған. Жын шайтан болсаң, шауып тастаймын», деп тұра ұмтылады. Әлгі екі аруақ секіріп барып көр топыраққа кіріп кетеді. Жолдастарының қашып кеткенін енді ғана байқаған батыр бейіттің ағашын түйеге артып Абылайдың шатырына қарай тартады. Бұл аруақтар Абылай ханның Жәнібекті сынамақшы болып ақ киім кигізіп қойған адамдар еді. Олар Абылайға келіп болған істі дәттеп, Жәнібектің ашуымен аруақтарға ұмтылғанын айтқанда, бұл жүректілігіне таңданған Абылай хан: «Меңіреу түнде күңірене түрегелген аруақтан сескенбеген жүрек ашық майданда жауынан қалай тайсалсын», деп қайрандап таңданады. Ертеңінде Абылай Жәнібекті тағы да шақыртып алып: «Түнде не ғажайып болды, аруақтарды ашуландырып кәріне қалмасақ игі еді», дейді. Бұл жайды кәперіне алмаған Жәнібек: «Бұл елдің ханы төресі сен едің, хас батыры мен едім. Сен бұйырған жұмысының мұнысы қалай демедім», дейді Қазбек бише термелеп. Жәнібектің кәртейген кезінде кешірмелерін еске алуы. Жәнібек батыр тар жол тайғақ кешулерін былай еске алады екен: «Майдандасып жау түсіруді ерлігім деп санамадым. Қаптаған жаумен шайқассаң, өткір найзаның ұшымен, тұлпараттың күшімен, қайратыңа әдіс амалыңды қосып жеңесің. Сен оны алмасаң, ол сені алады. Талай қан майданды бастан кешірдім. Тар жол тайғақ кезеңдерден өттім. Майданда жау түсірмей қайтқан жерім жоқ. Оның қайсысын ерлікке санарсың. Бірақ өмірімде қапияда кезігіп, қас қағымның арасында өткен 3 түрлі жағдайға тап болдым. Сонда менің жүрегім түршігіп көрмеді. Кейбіреулер қорқамыз дейді. Мен қорқудың не екенін білген жан емеспін. Алла берген жанды Алла өзі алады. Басқа біреудің алуы мүмкін емес деп сенемін. Соғыста жеңілгенің ақыл айлаң мен күшіңнің кемдігі. Соғыста жеңгенің сол екеуінің артықтығы. Ал күтпеген жерден жаңа қысым келгенде қабағыңды шытпай, хал ойлап қапысын тапсаң, ерлік, жүректілік деген сол. Жас кезім жылқы табында жүріп, таң қараңғысында көз ілдіріп алайын деп, тоқымымды төсеп, ерімді жастанып, чылбырымды жамбасыма басып, көйлектің омырауын түймесін ағытып, кеудемді самалға ашып, көк шалғынды құлата жатып қалдым. Бір кезде мұздай суық бір нәрсе кеудемді басып келе жатқанынан ояна келсем, жылан екен. Оянғанда қозғалып кетсем керек, жылан сылдап иегімнің астынан аузыма қарай өрмелеп, тілін жалаңдатты. Шағып алар ма екен деп сескенбедім. Аузымды ашып, демімді ішіне қарай тарта бердім. Екі көзім жыланның қимылында. Оның басы аузыма кіре бергенде тісіммен қыршып түкіріп жібердім. Сонда тісім мұздай болып кетті, бірақ сескенбедім. Осы оқиғаны естіген нағашым, жігіттің ерлігі, байсалдылығы деп мені мақтаған еді. Ел алдына түсіп, ер қатарына қосылып қалған кезімде, ел шетіне жау жатыр жолдастасып, бірге барып соны алайық деп Қабанбай батыр шақыртыпты. Ара қонып Қабекеңнің ауылына жеттім.
Сәлем беріп үйге кіргенімде сәлемді Қабекеңнен бұрын Бөгенбай батыр алды. Үйде екеуі ғана екен. Жиған қолдары жау жасағы көрінбейді. Кешкі аста отырғанда Бөгенбай жай бір ғана. Жау жанынан бөлініп шығып, өз бетімен қол жинаған бір қарақшы екі елдің тыныштығын кетіріп, малын айдап, қыз қатындарын олжалап, мазасын алып тұр дейді. Мен көп сөйлемей, ел алаңсыз болғаны жақсы еді дедім. Ертеңде үшеуміз бір жол бастаушыны алып жүріп кеттік. Бірер күнде ел шетіне де таядық. Қарақшылардан зәре көрген ел зар жылап, көл етегін көл қылып көз жасын төкті. Қарақшылар ойда жоқта жайын жатқан елге басып кіріп, малын қуып, адамын олжалап, қарсыласқан ер азаматты өлтіріп, ойына келген істеп жүріпті. Қарақшылардың жүгенсіз қылықтарын естіп, халықтың көз жасын көрген сайын қаным қайнап, аласатқам. Жауға таяған сайын жүрісіміз ширай түсті. Олардың апанын анық білетін жол бастаушымыз төтелеп бастап, нелер құлама құз, ақпа қорым, жыныс ормандардан өтіп, бізді таң бозында олардың дәл желкесінен түсірді. Қарақшылар бір үлкен қолатты алып, ақбоз үйлерді тігіп тастап жатыр екен. Шамасы жортуылдан түнде ғана келсе керек, аттары түйелі, түйелері қомдаулы, тоғанақты теңдер жиылмаған. Қанша халықты зар илеткен екен деген ой басыма найзағайдай соғылғанда, атымды ұрып жіберіп, Қабанбай мен Бөгенбайдың алдына көлденеңдеп тұра қалғанымды өзім де білмей қалыппын. Менің шыға келуімнен рұқсат сұрағанымды айтқызбай таныған екеуі жарыса. Балақай жолың болсын десті. Бұрылып жүре бергенде олар жол бойында халықтың көз жасы мен мұң наласы ширықтырып келе жатыр еді. Жолы боларақ десті. Дұспанда болса қапы кеттім демесін деп, ортасына ұран салып кірдім. Олардың түшті ұйқысын менің күшті дауысым шайдай ашты. Топ-топ бола үйлерден шығып, аттарын шешіп жатыр. Назарым ортадағы ақ үйде. Содан шыққан 5 адамның артқысы зор денелі біреу кигіз есікті иығымен көтере ашып, нығыз басып маған қарай жүріп келе жатты. Аюдың көзіндей қысқа кірпігі қысық көзімен мені бағып келеді. Үстінде сауыс сайман, сыртынан жамылған үлкен сары жібек шапан. Шапанның етегі шалғыға сүйретіліп шұбалаң қағады. Жас мөлшері 40-қа еркін жетпеген, селеу сақалды, тайқы маңдай, бүйрек бетті, дүрдиген ерінді адам екен. Дәл еріннің үсті түйреген найза табынан қалған тыртығы анадайдан айырдым. Жолбарыстың мұртындай 5 тал мұрты тіп-тік болып шашырап тұр. Оның сетілген танауынан келекенің күлкісі байқалғандай болды. Кімсің сен? Деп Зеки сұрады менен. Мен жөнімді айтқаныммен сен жөніңді не деп айтар едің? Ел дейтін елі, жөн дейтін жөні жоқ, қаны қара қарақшы деді ақырып. Сөзім шымбайына батты білем, көзінен ашу оты жарқ етіп шыға келді. Артына бұрылып қолды бірақ сермегенде 200 шамалы адам атына қонып үлгірді. Мен Жеке деп айғайды салдым. Сол кезде қара сұр атты біреу майдан тартты. Жолын бергеніммен оны Жәнекен деп елемедім. Шауып келе бергенде найзасынан ұстап, жұлқып тартқанымда ат тебенімен алдыма келіп қалды. Сол жерде қанжарын суырға келтірмей атынан жұлып алып, жалпақ тасқа қойып кеттім. Атымның тізгінін тез тартып, Жеке деп тағы да айғайды салдым. Бар ойым бағанағы пәле. Басы жуан сарыда. Онымен сілкілеспей ашуым тарап кегім қайтатын емес. Жуан сары шапанын сілкіп тастап артына бұрыла бергенде тұлпар атын 2 адам жетектеп келіп, иіле қалды. Атына мініп найзасын қолына алған ол, әуелі менің жүрегімді алғысы келді білем. Ашулы отты көзімен тігіле жақындап келіп, түйіле қарап, майдан тартып шаба жөнелді. Ағызып келіп атының тебіні қолының бар пәрменімен кіндігімнің басынан найза салды. Мен қалқанымды тоса қойдым. Тізгін тартқанда кәнігі болған сары тұлпар тік секіреді. Осы кезде ол өте шапшаңдықпен жанды жерімнен әлденеше рет найза салды. Мен де қалт жібермей тостым. Ақыры ол кезек беруге мәжбүр болды. Мен де ағызып келіп найза салдым. Шіркіннің күштілігімен шапшаңдығын ай. Өзім өз болып найзамның қатты қағылған осы екен. Кезек тағы бір айналып маған келді. Мен ойқастатып шыға бергенімде серіктерімнің ұран салған дауысы естілді. Менің басыма бір қарақшыны ала алмағаным ба деген намыс орала кетті. Қалай келгенімді білмеймін, қылышпен қатты ұрғанымда қалқаны қолынан ұшып кетті. Қайта қайырылып қылышын ұшырып жібердім. Басын шауып тастайын деп қайрылғанымда менің 2 батырым да келіп қалған екен. Ақбоз үйден еңірей жүгірген әйел келген беті үзеңгімді сүйіп жалынып, жәнің қиып кет батыр деп өтінді. Бөгенбай мен Қабанбай да осының тілегін бер деп сұрады. Ал бердім дедім майданнан шыға бергенімде. Мені өлтіріп кет деп айғайлап маған қарай тұра шапты әлгі батыр. Мен елсіз мекенсіз едім, енді серіксіз қалдым.
Басымды сүйер жан қалмаған екен. Енді қаңғытпа мені, өлтіріп кет деп ұштыртып келеді. Көзінен от жашырайды. Ашу кектің ұшқыны ма, әлде өкініштің қамырығы ма, кім білсін? Оны мен сонда байқадым. Қасында қорғап, қоршап жүрген 200-дей адамның бірде-бірі қалмай қашып кеткен екен. Бердім жаныңды, мынау шөуіне деп қайталадым мен. Осы кезде жаңағы әйел жан ұшырып келіп, оның шылбырына оралды. Батыр әйелге бұрылып, біткен екен менің уақытым. Сүйенер елімде, жәңгүйер жолдасымда жоқ. Енді мен үшін өмір сүрер жерде жоқ. Құрыдым, мен құрыдым деп атын ұра жөнелді. Тықыршып тұрған тұлпар сауырына қамшы тигенде шылбырына оралған әйелді екпетінен түсіріп кетті. Жан ұшырып түрегелген әйел. Өлтіріп кет мені деп айғайлап тұра жүгіріп, 2-3 қадам аттай бере құлап түсті. Жаңағы ашу кектің қан майданын енді сорлы әйелдің мұң наласы басты. Оның жан дауысы құлағына жеткенде ғана естиді ма, қалай әлгі батыр қайта ағызып келді де, орнынан тұра берген әйелді іліп алып, шатқалды өрлей тартты. Біз соңынан қарап тұрмыз. Әйелдің білегі оның мойнына орала кетті. Олар тау айналып кеткенде ғана Бөгенбай маған бұрылып, мынаның кім екенін білесің бе деп сұрады. Білмеймін дедім мен. Білмесең Жоңғар хандығының ең білекті жас батыры осы қайтер екен? Дегізіп жүрек шайлықтырып келген батыр. Жоңғар хандығына бір қылығы жақпай қағажу көрген соң кеудесін бастырғысы келмеген асау жүрек жас батыр ақыры бой көрсетіп шығып кеткені осы ғой деді. Бақ қайтудың басы осы сұлу әйелден басталса керек деді Қабекең сөзге араласып. Бұл сұлу әйел ханның қызы ма, әлде жесірі ме, онысын біле алмадым. Әйтеуір осы батыр жігітпен көңіл қосыпты. Сол себепті хан ашық жазалай алмай орда төңірегінен жазытып жіберіпті. Ол өзіне қарасты әскерін бастап осы әйелді жапан түзге алып шығып кетіпті. Хан әскері қуып келіп соғысып мұны ала алмапты деді жол бастаушысы. Біз сенің білегіңді бір көрсетіп қоя берейік деген едік, деді Бөкең сөзін жалғап. Себебі мынау тірі кетсе Жоңғар хандығы 2 ұдай болып тозғындай берер еді. Бірақ мынау тірі кетпейді. Менің адам танитыным рас болса, оның жаңа әйелін ала жөнелгендегі жүрісі өлім есірігі, басқан адамның жүрісі. Ендігі өліп те болған шығар. Осыдан кейін біз бір-бірімізбен сөз байласқан адамдай әлгі тұлпардың ізімен жүріп кеттік. Көп ұзамай олардың өліп жатқанын бір жартастың басында тұрып көрдік. Олар жартастың ұшпа жеріне бір келіп, жақша тегі жатар орындарын көрсе керек. Бір келіп, атты қыздырып, айнала шауып жартастан қарғытып кетіпті. Батырдың бір қолы атының тізгінінен айырылмапты да, әйел батырдың мойнынан құшақтаған беті түсіпті. Талай-талай соғыстарда болғанмен, осы батырдың өзін өзі өлтіруі мені көп ойландыра берді. Халқынан айырылған қан құсады деген осы ғой. Халық дегеніміз Қаратауда еміз емес пе? Оның ашу ызасы мен мұң наласы қорқаққа үрей, батырға күш қосады. Тіпті ол саған жеңіс әпереді. Мен басын алмағаныммен де оған жасайтын орын қалмады ғой. Ел жұрттың ортасы ғана алтын орда. Батырдың батыр атағын шығаратында, аруағын төбесіне көтеріп құрмет тұтатында халық қана ғой. 3. 20-ның жуан ортасына келіп, батыр атағым жұртқа таралып, ел басқарып, қол бастап, жұрт ағасы болып қалған кезімде қайныма ұрын бардым. Қайын жұртым аса бай ауылдар еді. Үлкен көкал жазыққа тойға бола топтана қоныпты. Бізді бастап келе жатқан еліміздің үлкендері әлгі ауылдарға таяй бере іркілмей жүріп кетті де, 2 жолдасыммен қарсы ала шығатын жеңге балдыздарды күтіп тұруға бұйырды. Bir кезде ақшылауышты жеңгелері мен қызылды жасылды киінген қыздар ауылдан бізге қарай жүрді. Сонда алысатын жау емес, айтысатын дау емес, мыналар нені сұрап, мен не айтармын деп жол жөнекей жолдасымнан сұрай берсем керек. Сонда жолдасым: бәрекелді Жәнібек, жарақты жауға шабарда ақыл салмағанда, мына елдің қыз қатындарының жүзін көрмей қарасынан ықтай бердің ғой деді. Пәле жігітім, олар төбесін көрсетпей жатып ақ бізді аттан түсірмеді ме? Қамалы берік алып батырдың алдырмас шешеннің дәл осылар болмағай дегенімде жолдасым күліп: бұл да ер азаматтың бір кеші ғой. Ер азаматтың туада нағашы жұрты, ата жұрты дейтін 2 жұрты болса, қайын жұрты өсе келе, жүре келе өзі тауып алатын жұрт емес пе деді. Елден ерекше мен мұндалап, шошақ төбелі үкілі тымақты киіп мен тұрмын. Менің жел шықпаса, басқа жан шықпаған тұлпарыма 2-3 бала мінгесе ойқастатып жоғалды. Жаңағы теңге моншағы сылдырлап келген жеңгелер бізді Ақбоз отауға бастап көріп,
Шымылдығы құрулы қайықбас төсек алдына әкеліп отырғызды да, екі жолдасымды менен бөліп, төр алдына алып кетті. Әзіл-қалжыңға өткір, ашық жарқын жеңгелер де аз сөйлеседі, ақырын сөйлеседі, отып сөйлейтін зейінді бой жеткендер де бар екен. Бұлар қан майдандағы батырлықтан арман сынайды. Сынағанда қандай, сенің ең әлсіз жеріңді көреді. Қалжыңнан бір кетірсең, өлдім десең де тұрғызбайды. Және өмір бойы сені сыйлап отырады. Бір сенің жүзіңді көргісі келіп, тымағыңды шалқайтып кигізіп кетсе, бірі қасқайуы батырдың. Мынау Жоңғардың майданы емес, Құдайдай атаңның ауылы деп еңкейтіп, қайтадан нұқи кигізіп кетеді. Біреуінің қабырғасынан мытып қалайын десең, ол қабырға майдандағы батырдың білектей қабырғасы емес. Қатты тиіп қате кетеме деп және қорынасың. Сен қорынған сайын олар басына күледі. Шексілес қатқанша күледі. Үлкендерді де өздеріне еліктіріп қоса күлгізеді. За болайын десең, олар қандай байқағыш. Үшеу-төртеуі бас қоса қалып, қой деймін Жамал. Батыр атқа мініп, ұран салып шығып кетпесін деп қитығыңа тиеді. Тіпті сыңғырлап күледі. Ақыры осылар жеңбей қоймайды. Елдірмей, тізе бүктірмей, шаршатпай тынбайды. Өмірімде қысылып, қымтырылып, адам еркіне көнген бір кезім сол екен. Үлкен сүймін дегенмен үлкен сүй алмайсың. Өйткені ата салты бәрінен үлкен. Оған халықтан басқаның пәрмені жетпейді.